Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша бірінші бөлім компьютер және программалар. Біздің айналамыздағы ақпараттар тақырыбында сабақ өтеміз. Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екендігін түсінеміз. Яғни, ақпарат деген не? Ақпараттың қандай түрлері бар? Сұрақтарына жауап іздейміз. Бүгінгі сабақта үйренетініміз ақпаратты өңдеу, компьютер деген не? Компьютерлік сауаттылық. Бүгінгі сабақта қолданылатын сөздік, ақпарат, информация, информатиум, компьютер, компьютер, компьютерлік сауаттылық, компьютерная грамотность, компьютер литерик. Енді ақпарат көздері. Суретке қарап, ақпарат көздерін ата. Бұлар неліктен ақпарат көздері болып саналады? Яғни, бұл жердегі суреттерге қарап, бірінші суретте қыз бен баланың әңгімесі, ақпарат алмасу. Екінші суретте ұстаздың сабақ түсіндіруі, бұл ұстаз ақпарат беруші, оқушы ақпарат қабылдаушы. Үшінші сурет бойынша қыз бен анасының әңгімесі, яғни бұл жерде бір-бірімен ақпарат алмасу. Төртінші суретте де анасы мен қыздың ас пісіру кезіндегі әңгімесі, ақпарат алмасу, яғни ақпарат алу жолдары. Ақпараттар біз үшін өте маңызды, себебі ақпараттарды қабылдағанда біздің ойымыз бен біліміміз кеңейеді. Ақпарат ұғымы жайлы мағлұмат алу үшін Білімлен платформасынан видео ролик көрейік. Ақпарат ұғымы. Ақпарат дегеніміз бізді қоршаған әлем туралы мәліметтер. Біз ақпаратты кітап оқу, теледидар қарау, радио тыңдау және достарымызбен қарым-қатынас жасау арқылы аламыз. Біздің әрқайсымыз әртүрлі ақпарат аламыз. Қоршаған әлем, температура, түс, иіс, дәм, заттардың физикалық қасиеттері туралы алғашқы ақпаратты адамдар мен басқа да тіршілік иелері есту, дәм сезу, түйсіну, иіс сезу, басқа да сезім мүшелері және жүйке жүйесі арқылы алады. Ақпараттың басым көпшілігін біз көру арқылы қабылдаймыз. Көзіміз арқылы біз әріптерді, сандарды, суреттерді көреміз. Заттардың орналасуын, өлшемін, түсін ажырата аламыз. Мына суреттерге қараңдаршы. Мұнда ұсынылған фигуралардың пішіндері мен өлшемі туралы не айта аласыңдар? Шын мәнінде, кейбір объектілер бір қарағанда басқаша болып көрінуі мүмкін. Бұған сызғышты пайдалану арқылы көз жеткізіңдер. Сезім мүшелеріне қоса, неғұрлым нақты ақпарат алу үшін адам баласы баяғыдан ақ әртүрлі құрылғылар мен аспаптарды пайдаланады. Сызғыш, транспортир, термометр, барометр, таразы, компас, телескоп, микроскоп, тағы сол сияқты. Адам баласы алынған ақпаратты жазба, сурет, дыбыс, тағы басқа түрде ұсыналады. Мысалы, тілші қаланың футбол командасы республикалық чемпионатта жеңімпаз болғанын білді. Тілші ойыншылармен сұхбаттасып, сұрақтар қояды. Қажетті ақпаратты ойыншылардан алған соң, тілші ойын туралы газетте мақала жазып, немесе теледидарға репортаж дайындайды. Сонымен балалар, ақпарат қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен хабарлар туралы мәліметтер, ал қоршаған орта ақпарат көзі. Біз ақпаратты қалай аламыз? Қабылдаймыз. Біз ақпаратты көру, есту, иіскеу,
дәм сезу және сипап сезу арқылы аламыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Ақпарат адамға не үшін қажет? Адам ақпаратты пайдалана отырып белгілі бір мәселені шешеді. Мысалы, тамақты жеп көргенде оның дәмін ажыратасың. Ал математика оқулығындағы есептердің шартты ақпараты, есепті шешу әрекеті ақпаратты өңдеу деп аталады. Сонымен ақпаратты аламыз, қажет болса өңдейміз. Ақпараттың өзгеруі оның өңделуі деп аталады. Ақпаратты өңдеген соң адам оны әрі қарай өз қажетіне жаратады. Ақпаратты қалай өңдейміз? Ақпараттардың көбін компьютердің көмегімен өңдеуге болады. Компьютер дегеніміз ақпаратты өңдейтін және сақтайтын құрылғы. Егер компьютермен жұмыс жасауды үйренсең, сенің компьютерлік сауаттылығың қалыптасады. Компьютерлік сауаттылық дегеніміз компьютерді пайдалана отырып, мәліметтерді оқу, жазу және ақпаратты іздеу жолдары. Бүгінгі сабақта ақпараттың түрлерін, алу жолдарын, қабылдауды, ақпараттың берілуі жайлы мағлұматтар алдық. Енді міне қызық айдарында ғалымдардың зерттеуінше оң құлағының есту қабілеті сол құлаққа қарағанда күштірек екен. Сондықтан адамдардың көбі әңгімені оң құлағымен, музыканы сол құлағымен тыңдайды екен. Білгенге маржан. Табиғаттағы ақпараттың кейбірін күнделікті бақылау арқылы аламыз. Бүгінгі сабақта біз ақпарат дегеніміз не? Біз ақпаратты қайдан аламыз? Яғни, ақпарат дегеніміз қоршаған орта. Біз ақпаратты қоршаған ортадан аламыз. Қандай ақпарат көздері бар? Ақпарат көздері әңгіме алмасу, хабарлау, компьютерлік сауаттылық деген не? Компьютерде отыруды, ақпаратты өңдеуді үйренсек, бұл компьютерлік сауаттылық. Не себепті біздің өміріміз үшін ақпарат маңызды? Ақпаратты өңдеу дегенді қалай түсінесің? Ақпаратты не үшін өңдейміз деген сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Қандай сезім мүшелері қабылдаған ақпарат есімізде көбірек қалады екен? Ақпаратты қабылдайтын сезім мүшелерін салыстырып шық. Яғни, қандай ақпарат көзі бізде көбірек есімізде қалады? Көру, көзбен көріп, құлақпен есту арқылы біз ақпаратты өте үлкен көлемде қабылдай аламыз. Яғни, оқушылар сендерге тапсырма, көру мүшесі мен есту мүшесін салыстырамыз. Үйге тапсырма. Ағаштар табиғи ресурстарға жатады. Табиғаттағы ағаштардың кейбірін адамдар пайдаланады. Сен оған мысал келтіре аласың ба? Жалпы ағаш туралы ақпаратты қалай алдың? Қайдан білдің? Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.